сыбайлас жемқорлық бұл әлемдегі барлық мемлекеттердің қай-қайсысында қатты алаңдататыны анық. Ол зор әлеуметтік қасірет. Қазақ ел ішінде жемқорлықпен күресу мемлекеттік саясаттың стратегиялық басым бағыты. Мәселен, ашықтық пен айқындық қағидаларын ұстана отырып, мемлекеттік аппаратты трансформациялау, тұтынушыға бағытталған қызмет көрсету. Мен жемқорлыққа қарсымын. Қазіргі кезде көп көтерілетін мәселелердің бірі. Шынымен де, жемқорлық ол біздің жасөспірімдердің болашағын қиятын бірде-бір іс. Сен өз қолыңмен жемқорлық жасасаң, өз тағдырыңа балта шапқанмен тең. Сол үшін ірі мамандар өздерінің жемқорлыққа қарсылықтарын білдіріп, көптеген іс-шаралар өткізуде. Мен ғана емес, бүкіл қазақ елі сол іс-шараларды қолдайды деген үміттемін. Ертеңгі күніміз ол өз қолымызда. Сол үшін барынша жат істерден аулақ болайық. Сәлеметсіздер ме? Жемқорлыққа жол жоқ. Біздегі жемқорлық көп болмас үшін көбіне бізде іс-шаралар өткізілуі керек. Себебі менің ойымша іс-шаралар жемқорлықтың азаюына көмектеседі. Сонымен қатар біздегі егер де қазірден бастап жемқорлық көп болатын болса, біздің өсіп келе жатқан болашағымызды құртады. Яғни біздің болашағымызды әрі қарай дамытатын өсіп келе жатқан балалар. Және де оларға қазірден бастап жемқорлықтың жаман жақтарын да айтып түсіндіруіміз керек деп ойлаймын. Пара беру бас бостандығыңнан және болашағыңнан айырады. Сол себепті пара беруді тоқтату керек. Жемқорлыққа жол жоқ.